мазасы кетті. Ал сендердің жолдарың болған екен. Жан досыңмен бірге жүргенге не жетсін? Ол менің досым емес. Ау, рас па? Бағана екеуіңнің алысып жатқандарыңды көріп дос екен десем? Қатты қателесесің. Өмірімді күл талқан етті. Кім үшін дейсің бе? Бала үшін соның кесірінен құла түзде қаңғып қалдым. Қаңғыған нес? Жайлы қонысқа тап болдым де. Айналаңа қарашы, бұл жер сондай әдемі. Айтпақшы, таудың етегінде ауыл бар. Жер жәннаты дерсің. Ал қодастың сүтін айтсаңшы, шәркен. Не дейсің? Өй, қодастың сүті деймін. Оларды сауы оңай емес дегенмен амалын табуға болады. Сүті бал дерсің. Жоқ, ауыл туралы айттың ғой. Онда балалар бар ма? Әрине, шүпірлеген балалар, оған қоса ата-аналар. Ауыл қайда? Сабыр, таудың етегінде, 3 күндік жерде. 3 күн? Ендеше дәл қазір аттануымыз керек. Сен ауылға барасың ба? Тамаша, нөмірі 1-ші ереже. Әр қашан. Жоқ, боранды күні жолға шығушы болма. Балақай буды іздеп табуымыз керек. Бұл, ал біздің күніміз не болмақ? Бала пайда болғалы бері, сөзіме құлақ аспайтын болдың. Ақыры қандай бәлеге тап болғанымызды көрдің бе? Қап, рекордқа енді жетіп қалып ек, Салли. Мақсатымызға бір-ақ қадам қалған. Мұның енді еш маңызы жоқ. Маңызы жоқ дейсің бе? Жоқ, қоя тұр. Сонда мүлде маңызы жоқ па? Жақсы, мұның тіпті ал жарайды. Ендеше екеуміз бетпе-бет сөйлесейік. Оу, қарай көр, балмұздақтарым таусылып қалыпты. Не ғой, сыртқа шығып, тағы дайындап әкелейін. Салли, сонда осыған дейін не үшін тер төктік? Ол да маңызды емес пе? Ал Селияше, енді оны ешқашан қайтып көрмеймін. Оның да маңызы жоқ па? Ал менше, жан досың туралы да солай дейсің бе? Менің де керегім жоқ па? Кешір, Майк. Мұнда тап болғанымыз үшін кешір. Осылай болады деп ойламадым. Бірақ бұл көмекке зәру. Оны құтқарудың амалын табуымыз керек. Таудың етегіне бірге түсейік. Жоқ, бірге дейді ғой. Жоқ. Бұл жолы бірге бармаймыз. Мына қақаған суықта қатып қалғың келсе, жолыңды бөгемеймін. Басқа айтарым жоқ. Balmızdak jemeysin be!